Мұражайда осындай тастар көп сақталған. Енді мекемеміз тар болған екен ашылмай тұр. Кейде бір кісілер арнайы осылай тастар алып келіп тұрады. Мынау тас Сұлтан Бейбарыс Египеттің мешітінен келген тас арнайы. Мынау Құба мешіті пайғамбарымыз салған мешіт. Бұл мына Баян ауылдан келген. Және бір тас болды, бір кісілер арнайы алып келген екен. Бұны көп адамға ұстатпаңыз, бөлек тығып қойыңыз деді. Сосын жоғарыға қойып қойған болатын. Bir күні менімен жасты бір келіншек, енді өмір тауқыметі, әркімнің басында әртүрлі жағдай, қатты қиыншылыққа, күйзеліске түсіп кеткен екен. Сонда оны күйзелістен шығару керек болды, көмек жасау керек болды. Мұражайға кіргізіп әртүрлі тарихты айтып келіп отырғанда сол тасты есіме түсе қалды да, мына тасты ұстаңыз деп жай қолына бере салдым. Ол жай тас болған екен, ойында түктері жоқ болды ғой деймін. Bir кезде ұстап отырды да өте қатты жылады. Ішіндегі қанша жылдық жиналып қалған күйзеліс, мұңы сол тасты ұстаған кезде шығып жатты. Енді әлбетте мен ондай кезде анасын қосып шақырам, бауырын, туысқан, жалғыз болмау үшін. Анасы да қызының жылағанын көріп тоқтатқысы келіп еді, мен жоқ деп белгі бердім, тиме. Соңына дейін шықсын. Ішке түсіп кеткен күйік шығу керек еді. Кейбір кезде осындай кісілер алып келіп беріп жатқан тасты мен қабылдаймын, және оның тылсым күшін уақыт өте келе өзі ашылып жатады.